Ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорты артады. Әсіресе суытылған етті шетелдерге жөнелту ісі ілгерілейді. Өйткені бүгін Әулиеата халықаралық әуежайына Моңғолиядан жүк тасымалына арналған ұшақ келіп қонды. Көрші елден жалға алған қанатты көлік келесі аптада алғашқы рейсін бастайды. Бұған дейін Иран мемлекетімен келісімге келіп, тауар жөнелтумен айналысқан әуежай ендігі кезекте Моңғолия елінің ұшағын жалға алып, жұмысын жандандырмақ ниетте. Сол кездері жылына 16 мың ет тасымалданса, ендігі кезекте тауардың санын арттыру мақсаты тұр. Ал әуежайдың мамандары жүк тасымалын жасауға барлық мүмкіндіктердің бар екендігін айтады. Көбіне суытылған ет Иран, Ирак, Кувейт және Араб елдеріне экспортталады. Авиакомпания Иран Airмен жасаған 747 үлкен самолетпен жасалған ол. Оны негізі басқа компания ғой енді. Мұнаны қазір біз өзіміз арендаға алып жатырмыз. Бұл біздің аэропорттан, біздің авиакомпания скаттың атынан ұшады. Сондықтан бұл өзіміздің сияқты болып тұр. Ал бұрын Иранның несімен жасалған авиакомпаниясымен жылына 16 мың тонна ет тасылған. 18 бас ірі қара мал, кіші қара малдар тасылған, қойлар тасылған. Енді міне Құдай қаласа өзіміз жұмыс жасайтын боламыз. Айта кетейік, қазіргі таңда ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттау бойынша келіссөздер жүргізіліп, оған қажетті ірі қаралар да жиналуда. Алдағы аптада суытылған ет телген ұшақ алғашқы рейсін бастайды. Ал әуелі болып ынта білдірген біздің жақ, яғни Тараз әуежайының басшылығы осы қанатты көлікті жалға алу арқылы асыраушы саланың әлеуетін арттыруды көздейді. Перизат Қуатқызы, Дулат Шықпанбетов, 7/7 Ньюс.